Өнер хроникасы бағдарламасынан көретіндеріңіз. Өнер сахнасында қандай олқылықтар оңала бастады? Ішіп алып, тойып алып, сахнаға шығатын әншілер бар еді, арамызда жүр. Соның барлығы қазір азаяды деп ойлаймын. Үшқыран тобының мақсаты не? Қазақта айтады ғой, бір қармайды, бір құмалақ шіртеді деп. Сол бір құмалақтың бірі болмасақ деген ойымыз бар біздің. Меруерт пәрмен әншілікті қандай саламен ұштастырмақ? Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі мамандығында 3-ші курс студентімін. Жас таланттардың жұлдызын қалай жағуға болады? Толығырақ бірер секундтан соң. Бүгінде халықтың қошеметіне бөленіп жүрген өнерпаздар қатары аз емес. Жас әншілерді сахнадан көргенімен көпшілік олар жайлы көп біле бермейді. Бүгін өздеріңізді өнеріммен өрге жүзем деген жастармен жақынырақ таныстыратын боламыз. Бірі әуелетіп ән салса, енді біреулері түрлі аспаптың тілін меңгерген тума таланттар. Бағым боп қонған асылым, өзіңді сүйем ғашығым, жаным, болшы сен менің қанатым. Анамның болшы келіні, бірге боламын атты әндерімен танылған Дәулет Махан тыңдармандарын тауып үлгерген әншінің бірі. Тараз шаһардың тумасы өнерлі отбасынан шыққан екен. Өнер әлеміне келуіме сол балалық арман деп ойлаймын. Мектеп табалдырығынан жүргелі өнер азаматтарына қызығып, өлеңге қызығып, өнерге қызығып, сол мектепті тәмамдағаннан кейін үлкен өнерге аяқ бастым. Өнерден әкем де анам да құралаған емес, анамның ән айтатын қыры бар. Сол анам арқылы, анамның сүтімен, әкенің қанымен келді деп ойлаймын. Дәулет Маханның киелі сахнада жүргеніне биыл 5 жыл. Өзі болса талмай еңбектеніп, Мейрамбек Беспаев, Сәкен Майғазиев, Тоқтар Серіков сынды қазақтың бетке ұстар өнер иелерінің жолымен келемін дейді. Өнер деген үлкен айдында өнер азаматы болып, өзіңді қалыптастыру өте қиын нәрсе. Сондықтан мысалға 1000-ның демей-ақ қойын, 100-дің демей-ақ қойын, сол арасында ұнауға тырысу керек мысалға. Оның барлығының көңілінен шығу өте қиын. Біреуге ұнағаныңмен, екінші біреуге ұнамай тұрасың. Сондықтан көптің көңілін табу, әдемі әніңді халыққа ұсына білу, соларға тыңдата білудің өзі үлкен өнер деп білем. Сондықтан өнер саласында жүргеннен кейін, осы өнер айдында жүргеннен көптеген есте қалғаны бар, қалмағаны бар, көптеген қызықта, қиында қатар келе жатыр. Оның куәсі болып келеміз. Мен лирик әншім деп айта аламын өзімді. Көбіне осы Мейрамбек ағаларымыздың, Тоқтар ағаларымыздың әндері менің табиғатыма жақын келеді. Сондықтан көбіне сол тұрғыда баяу ырғақты, медляк әндер дейді ғой. Сондай әндерді өзімнің репертуарыма қосып шырқап жүрем. Әлемде орын алған пандемия ешкімді бейжай қалдырмады. Баршамыз бастың амандығын ойлап, ел тағдырына алаңдағанымыз жасырын емес. Дәулет Маханның айтуынша жақсы сөз жарым ырыс. Сондықтан осы бір қиын қыстау кезеңде жүрекке жылу, көңілге медеу болатын ән тарту еткенді жөн көріпті. Пандемияның шығармашылыққа тигізген жалғыз маған емес, ол күллі өнер азаматтарына әсері тиді деп ойлаймын, барлық халыққа. Әрине, бұрынғыдай көптеген концерттер, тойлар тоқтады. Сондықтан қазіргі таңда әнді тек қана бұрын енді той үшін жазатын, концерт үшін жазатын әншілер қазір енді қандай бағытта жазарын білмей қалды деп айтса да болады. Ал мен болса, жаңа карантин кезінде осы халыққа әдемі әндерімізді барынша шығарып тұруға тырыстым. Ол жерде бір өзімнің жеке бас пайдамды ойлаған жоқпын. Әйтеуір осы есі шығып жатқан елге шамалы болса да өзіміздің бір үлесімізді тигізейік деп, бір болайық, бір бүтін болайық, жақсы күннің бәрі алдағы уақытта келеді деген тақырыпта ән жазып отырдым. Өнер иесі есімдері елге етене таныс сазгерлермен шығармашылық байланыс орнатқан. Арасында жас композиторлардың да туындыларына ден қойып тұратын болса керек. Өзімнің
жақын бауырларым бар, жас композиторлар бар. Солардың да бір екі әнін айтқан болатынмын. Және де Ахмет Молдағұлов деген Шардара қаласының тұрғыны, өзі әнші, термеші. Сол кісінің бір екі әнін шырқап жүрмін. Халық Ризабек деген ағамыздың бір әнін алған болатынмын. Өзімнің жерлес тараздық аға буындары бар. Сол кісілердің әдемі әндерін шырқап жүрмін. Алдағы уақытта көптеген композиторлармен, бір ғана композитормен қатып қалу деген заң жоқ. Көптеген еліміздегі талантты композиторлар көп. Солардың әдемі әндері болса, соны ән қоржыныма алып шырқап жүрмін. Еліміздегі танымал кісілер болсын, барлығымен өте жақсы араласам, сазгерлермен. Арасында енді мен өзім андай ұнатпаймын. Бір кісімен сөйлесіп, жақын танысып, іші бауырына кіріп, әйтеуір соның бір әнін абалсам екен, осы бір ақынға үйтіп бір өтірік күліп жүріп, бір сөзімді тегін жаздырып алсам екен, ондайды ұнатпаймын шыны керек. Әйтпесе жанымда жүрген достарымның оның арасында ақыны да жетеді, жаңағы сазгері де жетеді, шыны керек қой. Бірақ арасында өзім ұнатқан, жаңағы егер шетел әнін ұнатып қалсам, сол шетел әнінде ұнаса, мысалға халыққа кеңінен танылмаған ән болып, мысалға, бірақ шетел әні болса, соның авторына байланысқа шығып, рұқсатын алып, өз тілімізде жаңа ақындарға сөз жаздырып, бір-екі жаңа өзгертетін ноталарын өзгертіп, халыққа шығаруға да қарсы емеспін. Сондықтан қазіргі таңда бір емес бірнеше ақындармен, сазгерлермен жұмыс жасап жатырмын. Өнер иесі репертуарындағы кез келген әннің авторларын ескерусіз қалдырмайтынын айтады. Яғни еңбек бағалану керек деген пікірде. Композитор ақындардың еңбегі негізі әннің шығуына осы кісілердің үлкен үлесі бар. Және де студияда отыратын жаңағы аранжировщиктің де, музыканттың да үлесі өте зор. Тасада қалып жатады, бірақ енді көрінетін әнші ғой бұл жерде орындап шыққаннан кейін. Ал олардың еңбегін өте қатты бағалау керек. Ол енді қазіргі таңда гонорар қоқ болған композиторлар бар. Менің жаңағы әнім төменгі бағасы осынша тұрады деп бір кісілер бар. Жоқ, әйтеуір осы әннің бағын жандырсаң болды деп жаңағында ешқандай сый құрметті де алмайды, беріп жатсаң қаламайтын кісілер де бар. Енді дегенмен ештеңе қазір тегін емес қой. Сондықтан ол кісілерге өзіміздің құрметімізді жасап жатамыз. Ол кісілерде сыйлап, әдемі әндерін беріп жатады. Бұл жерде енді тек қана жаңағындай пайда емес, сыйластық өнер үшін. Сондықтан бірақ дегенмен әдемі ән болып жатса, оны жаңағындай алып жатқаннан кейін өзінің еңбегін ол кісі де алады. Ақын болсын, композитор болсын. Сазгерлердің аты жөні аталмай тасада қалатын кездерді жиі ұштастырамыз. Әнші кей жағдайда бұған ұйымдастырушылардың салғырттығы себеп болатынын алға тартты. Бір концертке шыққан болатын, бір әнді орындадым, бірақ астына композитор мен ақынның атын жазбаған екен да, тек әнші мен әннің атын ғана жазыпты. Оны эфирден берді, желілерге салынды. Сол кезде жаңа Ахмет Молдағұлов деген сазгер маған бір өкпе ренішін айтқан болатын. Бұл әнді оның үстіне ол кісі маған ешқандай ақша алмай сыйлаған болатын. Тем более осындай сый-сияпат берген болатын. Сәл болса да атымызды жазса болар еді ғой деп. Мен енді одан кешірім сұрадым, өйткені ол жерде ол менің кінәм емес, ол титрда отыратын кісілер мүмкін ұмытып кеткен болар, мүмкін ондай талап қойылмайтын шығар ол кісілерге, білмедім. Бірақ дегенмен өзіңіз өте дұрыс айтып отырсыз, ол жерде ақынның да, композитордың да аты міндетті түрде жазылу керек. Әншімен әнді ғана жаза салмай, астына ақын сазгерді жазған дұрыс. Сол кезде тасада қалмайды ол кісілер, аты еленіп тұрады. Кімнің әні деген кезде бір жақсы ән шырқап ататыны, кімнің әні деген кезде астында композитор тұрады. Сөйтіп ол әрі композитордың да абыройы, көріп ол да қуанып қалады. Еңбегі еленеді сол кезде. Дәулет Маханның алдағы мақсаты әсем әндерімен қазақ өнерінің өркендеуіне үлес қосу. Оның айтуынша тыңдарман даңғаза музыкадан шаршады. Ән көңілдің ажары. Адамның көңілін көтеретін де, жайнатып жадырататын да ән. Әуен жақсы болғанмен сөз құдіретінсіз әннің бағы жануы екі талай. Сондықтан саз бен сөз үйлесім тапса ғана туынды жүрекке жетеді дейді. Өзімнің арманым, іштей ойым, өнерде жүргеннен кейін бір жақсы әдемі әндер көп болса, тыңдаған кезде бір жаның тынышталатындай, сол ән арқылы емделетіндей болсақ деп ойлаймын. Өйткені ән деген, музыка деген ол жақсы әуен адамның жанын емдейді шыны керек, ол айту керек.
қазір жаңағындай даңғырлаған орынсыз әндер, мән мағынасы жоқ арзан қол әндер, адам жаңағындай боғауызда қолданатын сөздерді қазір әннің текстіне қойып айтып жүр. Оның бәрі бір ойлаймын, бір енді шоу заман талабы дейді. Ол адам жаңағындай қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейді ғой. Сол секілді өзіміз оған жол беріп жатырық. Көркемдік кеңес дегендер бұрын болушы еді, ондай қазір ештеңе жоқ. Қазір әйтеуір әннің аранжировкасы дүңкілдеп, удар деген қатты шығып, жаңағындай батыстық, шығыстық әуендер әдемі болып жарқырап ойнақшы болып тұрса болды, басқа ол ар жағында не тұр оны қарамайды. Сондықтан бір жақсы әдемі сапалы түрде тыңдаған кезде бір өте бір адамның жаны тебірентетін, мысалға ауыл жайлыма, сол ауылдың өзі бір шіркін, сол ауыл еске алып құмына суына шомылып жатқан кезің еске түсетіндей, ана туралы болсын, махаббат туралы болсын, бар өте керемет әндер бар махаббат туралы да. Шынайы түрде осындай бір әуезі қылып, әнді сазды қылып шығарса деген ойым бар. Енді алдағы уақытта ол да болады, өйткені қазір көп деген бірден бәрі қалыптасады деп ойламаймын. Енді жаймен келе жатыр ғой. Қазір түрлі жаңағындай кедергілер қойып жатыр, заңдар қабылданып жатыр. Сондықтан енді өнеріміз кішкене ластанып кеткенде жасырын емес, ішіп алып, тойып алып, сахнаға шығатын әншілер бар еді, арамызда жүр. Ішіп алып, той басқарып жүрген қаншама тамадаларды да білеміз. Соның барлығы қазір азаяды деп ойлаймын. Өйткені өнер деген ол үлкен киелі, сахна киелі, өнер киелі. Сондықтан жаймен уақыт өте келе барлығы бір арнаға, бір қалыпқа түседі. Алла қаласа. Ұрлама санамды, тырнама жарамды, қоштасқым келеді, жоғалтпай бағамды, жоқ іздегенім сен емес, еш жоғалтар мен емес, керек емес ерегес. Оңтүстіктің тумасы Меруерт Пармен жуырда ғана санамды ұрлама атты әніне бейнебаян таспалады. Туындыда жас әнші өнердегі әріптесі Әділет Жауғашармен бірге басты рөлді кейіптеді. Өнер иесі киелі Түркістан қаласының сәулет өнері мен әсем өңірлерін барынша насихаттауға тырысыпты. Санамды ұрлама және де мұзды ерткен жүрегім деген екі әнім ақын Құрманай Бақтиярқызы жазды сөзін, әнін Диана Исмаил шығарды екеуінің де. Алдағы уақытта бірақта басқа да ақындармен, композиторлармен жұмыс жасауға дайынмын. Карантин негізі осы уақытта бүкіл тек әншілерге емес, тек өнер адамдарына емес, бүкіл саладағы қызметкерлердің барлығына өз әсерін тигізді. Ол дұрыс оң әсер деп айтуға болмайды. Барлығына өз зиянын тигізді. Алайда біздің, яғни өнерге келетін болсақ, ол бүкіл концерттер, бүкіл той, жиын, яғни барлығы тоқтап қалды, яғни оның бәрі өте қатты өз әсерін тигізді. Алайда біз тыныш жатпай, өзіміз халықтан жырақ, қашықтық сақтап, өзіміздің әндерімізді жаздық, бейнебаян түсірдік, яғни жұмыс жасадық, жұмыс тоқтаған жоқ. Меруерт өнер жолын таңдағанымен болашақта өзге салаға бет бұратынын жасырмады. Оның да өзіндік себебі бар екен. Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі мамандығында 3-ші курс студентімін. Осы мамандық таңдаған себебім, маған осы сала өте қызық болды. Қазіргі таңда туризм Қазақстанда өте қатты дамып жатыр. Біздің Алматыны алған кезде Шымкент, Маңғыстау барлық жағында бізде Қазақстанның әдемі көркем жерлері көп қой, бірақ та туризм дамымаған. Соны дамыту үшін оқыған, білімді жастар, мамандар керек. Негізгі басты мақсат менде Жүргеновқа түсу болған, бірақ та тағдыр осындай болды. Бірақ мен өнерді тастамай, өнер мені тастамай, барлығы бірге алып жүрге тырысып жатырмын. Сонда екі саланы қалай ұштастырмақсыз? Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді деуші ме еді? Болашақта мен осы екі саланы біріктірем ба деген ойым бар. Себебі өзімнің жеке ресторанымды, мейманханамды ашып, сол жерде өзім ән айтып, өзім ән салып отырсам, сондай бір тематикадағы ресторан болса, ол қонақтарды шақырудың бірден бір әдісі болып табылады. Сондықтан да екі саланы ұштастыру ол өте мен үшін бір қызықты. Меруерт әнді талғаммен таңдаймын дейді. Сонда неге басымдылық бересіз? Негізінен ең басты ол әннің мәтіні. Қазіргі таңда мәтіні өте мағыналы болуы маңызды. Себебі жастар мағынасы жоқ ән тыңдайтын кезеңнен өтіп кетті. Қазіргі жас буын ол өте бір ақылды, сондай интеллектуалды. Сондықтан да оларға мәтіні маңызды. Мәтіннен кейін оның әуені құлаққа қонымды және де оңай жатталатын болуы қажет.
және де сөздері қайталанатын қазіргі таңда сондай жастардың өзі сондай әндерге бейім ғой. Сөздері қайталанған сайын олар тез жатталады. Сондықтан да сондай әндердің мәтініне одан кейін барып әуеніне назар аударған дұрыс. Меруерт Парменнің айтуынша, дарынды жастар үшін әлеуметтік желі тез танылудың бірден бір жолы. Айы оңнан туып жұлдызының жануына тамаша мүмкіндік. Жас әнші бүгінде Instagram желісінде түрлі кавер орындап тыңдарманның жүрегіне жол табу үшін шығармашылығын шыңдап жүр. Қазіргі таңда әлеуметтік желі ең бірден бір жол, ол әлеуметтік желі, яғни оның бізде Instagram болсын, TikTok болсын, қандай өнер болсын, қазіргі таңда бұрын мамандықтар заманы еді. Қандай маманның иесі, яғни кім көп ақша табады, қай мамандық, соған қарай ұмтылатын бүкіл жастар. Қазіргі таңда ол біліктілік заманы, қабілеттілік заманы, яғни қандай бір қабілетің бар, біліктілігің бар, соны елге паш ете білсең, көрсете білсең, ел өзінің бағасын береді, халық өзі алып шығады сені, қандай жағдай болмасын, сенің қазіргі таңда талант бар, таныс жоқ деген ол уже бұрында қалған нәрсе. Қазіргі таңда тек әлеуметтік желі арқылы қолыңда телефоның болса болды, сонымен ғана көтерілуге болады. Менің әлі жасар алар белестерім көп, әлі де маған еңбектену керек, әлі де көп жұмыс жасау керек. Бірақ та әлеуметтік желі арқылы мен өзімнің түрлі әндерге каверлерімді түсіріп, солайша мен өзімнің аудиторияма әндерді паш етіп отырамын. Және де қызықты контент жасау арқылы адамдарды қазіргі таңда мақсатты аудитория жинауға болады. Бұл Үшқыран тобының дарынды өнерпаздары. 8 қырлы, бір сырлы жігіттер жан-жақтылығымен танылған. Негізі Бексұлтан деген жігіт баянды ойнайды. Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетте музыкалық білім беруді оқиды. Ал мен домбырада ойнаймын. Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада және цирк колледжінде эстрада вокал бөлімінде оқимын. Ал Әділет гитарада ойнайды. Жалпы музыкалық білімі жоқ дегенмен де табиғаттың Аллах тағаланың беріп отқан бір өнері, таланты десе де болады. Домбыра, гитара, баянмен өнер көрсетіп жүрген жастар өзге әріптестерінен бірден ерекшеленеді. Түрлі аспаптың құлағында ойнайтын өнерпаздар халықтың көзайымына айналып үлгерген. Осындай 8 қырлы серілерді өнерге баулыған кім болды екен? Кішкентай бала кезімнен 2-ші сыныптан бастап өзімнің анам музыкадан сабақ беретін болған. Сол кісі мені баулыды, сахнаға шығарды, мектептегі кішігірім сахналарда өзімнің өнерімді көрсетіп. Сол бала кездегі арманның қазіргі эстрада жұлдыздары бар әншілер, сол кісілерді көріп, үлгі тұтып, қайтсем де осындай үлкен ағаларымдай болам деген мақсат ниетпен осы жолдамыз қазір. Гитара негізінде мен өзім әкем негізі өнерге жақын, көбінесе біраз аспаптарда ойнайды. Сөйтіп бала кезінде өзім сол гитараға әуес болатын. Сол әкем үйрет деген кезде ол кісі өзі үйреніп ал деп маған постоянно айтатын. Сол кезде өзім ниетпен, құштарлықпен жақсы гитараны үйреніп, өзімнің ауылымда кішігірім отастарда ән айтып, сөйтіп балдарыммен араласып, қазір өнердегі ағалармен қазіргі таңда бірге әндер айтып, және де кавер нұсқаларын салып, осылай өнерге қадам басып кеткен жайым бар. Жігіттер топтың атауын қоярда көп ойланбағандарын айтады. Бастысы атына сай өнерден өз орындарын табуды мақсат тұтқан. Негізі топтың аты Үшқыран деген топ боламыз. Жалпы бұнда идея ештеңе жоқ. Бір мерекелік кеште отырған кезде бір үлкен ағамыз осындай Үшқыран тобы алдарыңызда өнер көрсетсін деп шақырған болатын. Содан бастап өзімізге ұнай бастады. Содан негір Үшқыран болып келе жатырмыз ғой. Мынау жігіттер квартеті де солай шыққан екен ғой. Конкурсқа барған кезде жігіттер деп шақыра саған екен.
жүргізуші ағамыз. Сөйтіп жігіттер квартеті болып кеткен екен. Сондай. Қазірге шығып жүрген өзіміздің ағаларымыз Алатау серілері деген топ бар. Олар өзінің қазір еңбегін сіңіріп жатыр, және де өздерінікін көрсетіп жатыр. Біз сол ағаларымыздан жалпы үлгі аламыз. Өздерінікін және киім кию стилі де, ән айту стильдері де өздерін бөлек. Және де бұдан басқа топтар бар. Синхун деген қызылордалық топ бар. Жаңаөзен қалаларында да бар. Ал топтың ерекшелігі неде? Жалпы ашығын айтатын болсам, дауыс жағынан ба деп ойлаймын. Себебі, дауыс жағынан адамды баурап алатын ортамызда дауыс иесі бар осында. Бексұлтан деген баяншы жігіттінде. Дауысы өте керемет. Осы жігіттің жалпы бірінші бастапқы рөлді ән айтқан кезде алып отыратын осы Бексұлтан деген жігіт қой. Негізі бізде қатып қалған қазақылық деген де жоқ, қатып қалған заманауи деген де жоқ. Біз ретро әндерді қазіргі жақсы сөздері жақсы болса айта береміз. Біз ән таңдаған кезде ең бірінші сөзіне, содан кейін барып әуеніне мән береміз. Себебі сөзі мәнді мағыналы болса құлаққа жағымды сіңімді естіледі. Өнерлі жігіттер алда әуезді мағыналы ырғақты әндердің қатарын толықтырамыз дейді. Қазақ ән өнерінің өркендеуіне үлестерін қосып, аянбай еңбектенетіндерін айтады. Мынау қазақта айтады ғой, бір қарым айды бір құмалақ шірітеді деп. Сол бір құмалақтың бірі болмасақ деген бойымыз бар біздің. Жалпы қазір көп қой, неше түрлі әншілер шығып жатыр. Әннің мағынасы жоқ, мәні жоқ, мәнері жоқ. Ондай әншілердің қатарынан табылмасақ деген біздің ниетіміз бар. Және де ең бастысы бұл жерде еңбек 1% талант деп бекер айтпайды ғой. Еңбектеніп жанып келіп, одан кейін еңбекті қоя салып, қайттан сөніп қалу емес. Жандық па, одан кейін де тағы да еңбектеніп, осы өнердің шыңына шығу біздің мақсатымыз. Осы Хит TV арнасын, телеарнасын көріп отырған барша көрермендер, баршаңыз аман болыңыздар, осы індеттен аман есен шығыңыздар. Сол барша творчестволық табыс тілеймін. Бүкіл қазақ еліне, жалпы бүкіл мұсылман еліне осы алдымыздағы ауру індеттерден бәріміз аман болайық, тезірек карантин кетіп, бұрынғыдай барлығымыз өмір сүрейік. Мынау Хит TV ұжымына ең бірінші талмас қайрат, білек, күш қуат, қажымас қайрат тілеймін. Себебі қазақша айтқанда жан-жақтылық, разнообразие дейді ғой. Сондай каналдардың бірі негізі Хит TV арнасы. Сондықтан да Хит TV тоқтамасын, тек алға. Және де Абай атам айтады ғой, ауруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес дейді. Сондықтан да сақтанып жүрейік ағайын барлығымыз. Қазақтың дархан даласы дарынды өнерпаздардан кем емес. Солардың бір қатарын өздеріңізбен таныстырдық. Саф өнерді насихаттаймыз деген жастарға бағындырар белестері көп болсын дейміз. Қазақстанда енгізілген төтенше жағдай режимі кезінде Ақсай нан өз тұтынушыларына қамқорлық танытуда. Біздің өнімдердің бағасы бұрынғы қалпында қалды. Сондай-ақ біз дүкен сөрелеріне жаңа піскен нан тоқаш өнімдерін үздіксіз жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында барлық шараларды атқарудамыз. Негізгі өндіріс қызметкерлері, жүргізуші құрамы, фирмалық сауда желісінің және комбинаттың басқа бөлімшелерінің қызметкерлері барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып, аянбай қызмет жасауда. Бүгінгі күні халық арасында ақ кірпіш деп аталатын жоғары сұранысқа ие формалық әлеуметтік нанның бағасы 70 теңгені құрайды. Ақсай нан өзінің фирмалық дүкендеріндегі баға үшін жауапты. Бөлшек сауда нүктелері мен сауда желілеріндегі бағаны олардың меншік иелері өздері белгілейді. Ақсай нан, уақытпен сыналған салт дәстүр.